Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде 10-шы сабақ. 5-ке дейін санау. 5-ке дейін санайсың, қосасың және азайтасың. Нөмірі бірінші есеп. 2, 3, 4, 5 сандарының құрамын айт. 2-нің құрамы. 1 мен 1-дің қосындысы. 3-тің құрамы. 1 мен 2-нің қосындысы. 2 мен 1-дің қосындысы. 4-тің құрамы. 1 мен 3-тің қосындысы. 2 мен 2-нің қосындысы. 3 пен 1 санының қосындысы. 5-тің құрамы. 1 мен 4 санының қосындысы. 2 мен 3 санының қосындысы. 3 пен 2 санының қосындысы. 4 пен 1 санының қосындысы екен. Нөмірі 2-ші есеп. Ауызша есепте кез келген 4 мысалды жаз. 1-ге 1-ді қоссақ 2-ге тең, 2-ге 1-ді қоссақ 3-ге тең, 3-ге 1-ді қоссақ 4-ге тең, 4-ге 1-ді қоссақ 5-ге тең. 1-ге 2-ні қоссақ 3-ге тең, 2-ге 2-ні қоссақ 4-ге тең, 3-ге 2-ні қоссақ 5-ге тең. 1-ге 3-ті қоссақ 4-ге тең, 2-ге 3-ті қоссақ 5-ге тең. 1-ге 4-ті қоссақ 5-ге тең. 2 азайту 1-ге тең, 3 азайту 1 2-ге тең, 4 азайту 1 3-ге тең, 5 азайту 1 4-ге тең. 3 азайту 2 1-ге тең, 4 азайту 2 2-ге тең, 5 азайту 2 3-ге тең. 4 азайту 3 1-ге тең, 5 азайту 3 2-ге тең, 5 азайту 4 1-ге тең екен. Нөмірі 3-ші есеп. Сурет бойынша мысалдар құрастыр және жаз. Суреттерге қарайық. 4 алма, оған тағы 1 алма қоссақ 5 болады екен. 3 алма, оған 2 алма қоссақ 5 болады екен. 2 алма, оған 1 алманы және 2 алманы қосатын болсақ 5 болады екен. 1 алма, оған 4 алманы қоссақ 5 болады. 2 алма, оған 3 алманы қосатын болсақ 5 алма болады екен. 1 алма, оған 2 алма және тағы да 2 алманы қосатын болсақ 5 болады екен. Нөмірі 4-ші есеп. 5 қарындашты бос 2 қаламсауытқа сал. Әр қаламсауытта неше қарындаштан болуы мүмкін? Бірінші қаламсауытқа 1 қарындаш салып, екінші қаламсауытқа 4 қарындаш салсақ болады екен. Немесе бірінші қаламсауытқа 2 қарындаш, екінші қаламсауытқа 3 қарындаш салсақ болады екен. Болмаса бірінші қаламсауытқа 3, екінші қаламсауытқа 2 қарындаш салуға болады екен. Бірінші қаламсауытқа 4 қарындаш, екінші қаламсауытқа 1 қарындаш салуға болады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше.